Сәлеметсіздерме? Бүгін біз қуырылған баклажан жасайтын боламыз. Оған әрине 2 баклажан керек, 3 помидор, 2 жұмыртқа, чеснок және де салат жапырағы қажет. Біз осы баклажанымызды алдын ала жуып алдық. Енді оны тураймыз. Бас жағын алып тастаймыз. Басымен аяғын. Осылай турап шығамыз. Міне осылай баклажанымызды турап алдық. Енді 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Sübeyimiz. Енді баклажанымызды осылай жұмыртқаға аударып аламыз, малып аламыз да тәрізгенімізге қоямыз. Міне енді қазір қуырамыз. Кезектеп екі жағында қуырып аламыз. Баклажанымызды әдемілеп қойып аламыз. Сосын үстіне майонез бен помидорын қоямыз. Осылай чесногымызды сақтап тұрып алған соң майонезді үстіне құямыз. Құямыз да араластырамыз. Майонезімізді осылай баклажанымызға барлығына жағып шығамыз. Міне осылай майонезімізді жағып болдық. Енді помидорымызды осылай жалпағынан тураймыз. Енді помидорымызды бетіне қойып шығамыз осылай. Міне енді қуырылған баклажанымыз дайын. Ас болсын. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіздер.